Баршаңызға сәлем достар. Көбісі сұраған болатын, принтерда краска біткеннен кейін красканы құюды көрсетесіз бе деп. Вот, мен принтерімдағы краскам бітті. Қазір қалай құямын, қай кнопканы басам, одан кейін соның барлығын көрсететін боламын. Сразу айтып кетейін, мен қандай краска құямын. Басында мен бірінші келгенде набормен оригинал жүреді, одан кейін сіз жаңағы китайский краскаларды ала берсеңіз болады. Мен ол красканы бағасы 2700 теңге тұрды. 6 штук бірге наборы, 6 штукқа наборы 2700 теңге тұрды. Оны мен Каспидан сатып алдым. Вот. Доставкасы келді, сразу поставтоматқа заказ бердім и алып кеттім. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Және де бұл видеода мен сіздерге распечатканы телефон арқылы қалай жасаймын, сол жайында көрсететін боламын. Каналдан қалай шаблонды жүктеп боламын, оны распечаткаға қалай жіберем, соны тоже көрсететін боламын. Бұл видеода обязательно қараңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді ары қарай видеоны көрейік. Міне менің принтерім Epson L805 модель. Бірісінде краска болса, уже бірісінде жоқ. Қараңыздар, былай тұрған кезде фиолетовый түспен печаттан шығарып отырды. Сол үшін краска құю керек болды. Қараңыздар, міне Каспидан сатып алдым. Каспида бағасы 2700 теңге тұрды. 6 штуктың бағасы 2700 теңге тұрды. Наборы. Бірінші рет құян деп жатыр мынадай красканы. Но сіздерге айтайын ба, ең қызығы, нау кішкене жазулары басқаша болып тұр. Мен заказ берген краска басқа болатын. Упаковкасы бірдей, мен заказ берген краскамен, бірақ жазулары басқаша болып тұр. Қазір фотосын қойып кетейін. Но бәрібірде маған қатты краска керек болғандықтан кейін, шаблонды шығару керек болғандықтан кейін, маған құю керек болды. Одан кейін осы красканы құйдым. Қазір қалай құйдым, қай кнопканы бастым, соның барлығын алда көрсететін боламын. Ең маңыздысы, краска құйған кезде номер бойынша құйыңыздар. Мысалы, мына жерде Epson L805-те екі көк түс бір-біріне ұқсас келеді. Сол кезде обязательно номерокты қараңыздар. Мысалы, черныйда БК деп тұр ма? Қараңыз, мына жерде БК деп тұру керек сізде. Көбісі шатасады и құя береді. Мысалы, сарыда ма, сарының орнына мысалы қызыл қою мүмкін. Сол үшін обязательно по номеркам құйыңыздар. Көк па, көк түс екеуі бірдей болып тұр ма, бірақ номері жазылып тұр. Мысалы, LS деп тұр көкте. Принтерда былай жазылып тұрады. Любой принтердің ішінде номероктары жазылып тұрады. Обязательно қараңыздар. Егер сіз оның орнына басқа краска құятын болсаңыз, оны сізге барып жудырту керек. Оны арнайы специалисттер жасайды, сол үшін лучше красканы құяр кезде мұқият болыңыздар. По номеркам құйыңыздар. Там әріптер жазылып тұрады. LS, BK, S, Q деп. Міне осы красканың барлығын құйып шығамыз. Егер мысалы менде мына жерде көк түс бар, сол үшін көк түсті азақ қана құям, толғанша құям. Көк түс қалды менде, розовый түс қалды кішкене, қызыл түс қалды кішкене. Міне краскамды құйып болдым, енді орнатып жатырмын. Толып тұр, қараңыздар барлығы. Енді қазір мынау капельканы кішкене басып тұрам. 1 секундтай басып тұрам. Вот, қазір там загрузка жүріп жатыр. Қолым краска болып қалды, ештеңке кетпейді, сосын кетеді. Көбісі сұраған болатын, мен распечатканы қалай жасаймын. Қазір отыды көрсетіп кетейін. Менде принтерім поддерживает Wi-Fi-ды, сол үшін мен қазір Epson Print деген программаны жүктеп аламын, осылай распечаткадан шығарамын через телефон. Егер сіз де осылай жасайтын болсаңыз, сізге принтеріңізді Wi-Fi-ға қостыру керек. Программистті шақырып, сол программист сізге қосып береді өзі Wi-Fi-ға принтерді. Егер сіздің принтеріңіз поддерживает Wi-Fi-ді. Но қазір мен өзім қалай шығарып жатырмын, сол жайында айтып жатырмын. Сразу айтып кетейін, мен программист емеспін, сол үшін көрсетіп жатырмын. Мен өзім қалай жұмыс жасаймын, сол бағытты көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді қараңыздар, принтер не выбран дейді. Мен принтерім Wi-Fi-ға қосылған, сол үшін сразу шықты Epson L805 модель болып. И қараңыздар қазір. Бірінші каналдан нені жүктеп алайын, шаблонды. Капелькамыз бітті, все, загрузкасы. Значит, уже шығара беруге болады. Оның алдында чистка жасатса да болады. Чистка жайында бізде каналда видео бар, қара көрсеңіз болады.
ақ парағымызды енгіземіз. Фотобумага глянцевая. Енді маған қазір телеграм каналға кіріп бір шаблонды жүктеп көрейін ішінен. Міне бұл біздің телеграм каналымыз. Бұл жерде бізде платный канал. Мына жерде шаблондар жасалған әртүрлі. Әр шаблонның суреті авторынан сатып алынған. Көрдіңіздер ме? Бізде качественный шаблондар барлығы. Мысалы, мынау керек болып тұр. Оны қалай жүктеймін? Осы суретке басып тұрамын. Міне, маған осы шаблон ұнап тұр. Осыны распечаткадан шығару керек. Суретке басып тұрам, глазикқа басам. Егер сізде Samsung болатын болса, Android версиясы болатын болса, осылай жасасаңыз болады. И міне қазір жүктеп аламын. Қараңыздар. Қазір жүктеліп жатыр. Тез ашылып жатыр. Загрузка. Но қараға қолына мән бермейміз. Ол краска болып қалған. Егер кім ортасынан қарап жатса, кір деп ойлап қалмаңыздар. Міне, все, шаблонымыз дайын. Вот. Енді қазір төбесіне басып сохранить етіп аламыз. Качествосы өте керемет біздің шаблондардың. Сохранить в галерею. Ол сізде фото ретінде сақталады. Көбісі ойлайды, файл ретінде сақталады деп. Жоқ, фото ретінде сақталады. 3 жыл болды ма? 2021 жылдан бері мен жұмыс істеп келе жатырмын. Дәл осылай фото ретінде сақталады барлығында. Енді бізге қазір галереямызды ашу керек. Міне дайын, қараңыздар. Шаблонымыз. Вот, качествосы өте керемет. Енді оны распечаткаға жібереміз. Қалай распечаткаға жібереміз? Қараңыздар, міне Epson Print. Печатать фотографию. Разрешить. Төбесіне Telegram деп шықты менде. И все. Telegram деген ол галереяның ішіндегі. Telegram каналдағы емес. Енді қараңыздар. Міне жүктедім. Төбесінде настройкасын обязательно қараңыздар. 10/15 деп тұр. Бізге A4 форматын таңдау керек. Көбісі осы жерден қателеседі. Компьютердан болсын шығаратын болсаңыз, ноутбуктан шығаратын болсаңыз, A4 форматын таңдайсыз. Міне. Любой шаблонды A4 форматында печатаем. Простая бумага деп тұр. Егер простая бумагамен шығаратын болсам, качествосы өте нашар болып шығады. Сол үшін Epson Premium Glossy'ді таңдаймыз. Одан кейін макет. Мен без полейді басам. С полями шығарсаңыз да болады, без полями шығарсаңыз да болады. Мен без полей шығарам всегда. Разницасы том, что 1 сантиметр жеп қояды. Ал мына жерде дәл сол күйінде размерінде шығарып береді. Без полей десеңіз, дәл сол күйі размерінде болады. Качество стандартныйға қоям. Высокий қойсаңыз болады, бірақ краскаңыз тез кететін сияқты. Сол үшін, вот. Міне настройканы менде қандай тұр, скрин жасап алсаңыздар болады, жаңағы настройкасын. И печатқа басам. Қазір распечаткадан шығаратын боламын. Міне распечаткаға кетті. Міне шығарып жатыр. До этого қалай шықты, соны сіздерге көрсетейінші. До этого қараңыздар қалай шықты менде. До этого менде қараңыздар былай шығып тұрды. Но шаблон бұндай фиолетовый емес қой. Мысалы, мен шаблондарымды білейін, жұмыс істеген соқандай екен. Ол осылай шығу керек болды. Қараңыздар, идеально. Біз көрсетеміз сіздерге. Міне қараңыздар, красканы құймай жатып, маған қағазымды осылай фиолетовый қылып шығарып берді. Любой шаблонды осылай. Бірақ шаблон ондай емес қой, мен көріп тұрған. Сол үшін красканы құйдым. Красканы құйып болғаннан кейін бірінші капельканы бастым, одан кейін чистка жасаттым. Чистканы қалай жасадым? Кнопканы бастым. Қазір видеоның соңында көрсететін боламын. Қараңыздар, шаблоным былай шықты, идеальный. Бұлай, нау дұрыс емес фиолетовый шыққаны, өйткені шаблон ондай емес. Шаблон қандай болып тұр, дәл сондай форматта сізге шығарып беру керек. Міне, егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар, өйткені бұл видеоны сіздер үшін түсірген болатынмын. Көбісінде қазір принтер бар. Қай жерді басам, қалай құям білмейді. Сол үшін сіздерге түсірген болатынмын. Енді қараңыздар, қазір чистканы қалай жасадым мен. Міне, Epson Print программасына кірдім, L805 серияны бастым. Прочистка печатающей головки деп тұр. Осыны бастым. 3-4 минут күте тұрасыз, содан кейін болды. Сонда сізде шаблоныңыз осылай анық шығады.